Ассалаумағалейкум достар. Егер сіздер телефондарыңыз ойын ойнағанда қататын болса, жай жұмыс жасайтын болса, болмаса әшейін жағдайда да телефоныңыз қатып, жұмысы жай болатын болса, 1 минуттық настройка бар. Осы настройканы жасайтын болсаңыз, телефоныңыз бірнеше есе жылдам жұмыс жасайды, ойын ойнағанда қатпайтын болады, жылдам жұмыс жасайтын болады. Ол үшін біз настройкаға кіреміз, осы телефонның о телефоне деген бөліміне кіреміз. Осы бөлімнің версия MUI деген бірінші тұрған қатарда тұрған жазудың үстін 3-4 рет басамыз. Сіздерде мысалы 3, 2, 1, 0 деп түсуі мүмкін. Сөйтіп түсіп кетіп, не нужно вы уже разработчиков деген жазу шыққанша басамыз. Осыдан кейін қайтадан артқа шығып, настройкаға ораламыз да қайтадан настройкаға кіреміз. Осы настройкаға кіргеннен кейін төмен қарай түсетін болсаңыз, расширение настройка бөліміне кіреміз. Осы жерден түссеңіз, ең астындағы для разработчиков деген бөлімге өтеміз. Осы бөлімде маңызды настройка болып табылатын буфер журнала деген бөлім бар. Осы жерге барсаңыз, міне 256 килобайт болып тұр. Осында максимальный ең жоғарғы мегабайтқа қоямыз. 16 мегабайтқа қойдық. Содан кейін арғай тағы төмен қарай түсеміз. Түскен кезде соның астында трассировка система деген бөлімге өтеміз. Осы бөлімде мына екінші тұрған, мынадан кейін екіншісі, осыны өшіреміз. Осы телефон қатады, осыны қазір істеп болған екен, тексеріп көреміз. Міне осыны өшірдік. Сосын мына төмен қарай түсіп, размер буфера для каждого процессора деген бөлікті басамыз. Бұл жерде де ең жоғарғы килобайтқа қоямыз. 16-та тұр, міне килобайт. Осы жасағаннан кейін сіздің телефоныңыз жылдам жұмыс жасайды, ойындарда қатпайтын болады. Осындай настройкаға жасап қойыңыздар. Ұнаса лайк басамыз, тіркелеміз. Тағы да осындай видеолар күтеміз.